потенциалы қаншалықты үлкен болған сайын, оның ішкі сопротивлениесі мен саботировать ету деңгейі де соншалықты үлкен болады. Біз ойлаймыз, мүмкін алдымызда бір мәселелер шығып жатқан кезде, немесе бірден энергияң түсіп кеткен кезде, или там мүлде жасағың келмеген кезде, арнайы бір мақсатыңа қадам жасаған кезінде біз ойлаймыз, мүмкін бұл белгі шығар, бұл менікі емес шығар деп, бірақ бұл олай емес. Өйткені нағыз сен өзіңе керекті ішкі шешімді қабылдаған кезінде ми қарсыласа бастайды. Өйткені сені нақты дәл сол өзгеріс болатын, трансформация болатын өсу нүктең не сен жақындаған сайын. Және де оны арнайы сайттарда дәлелденген фактор бар. Бұл жерде мен саған үлкен бір нәрсені айтқым келеді. Сен өзіңе осы сопротивление деңгейін бола бастаған кезде ақылды, умный, негізі ақылды адамның өзінің сопротивлениясы да ерекше болады. Неге ол өзіне ақылды сөздер арқылы, ақылды факттар арқылы өте көп кейінге қалдыра бастайды. Негізі осыны оқып барып жасау керек, нан істеу керек деген сияқты. И осыны сене бастайсың, кейінге қалдыра бастайсың. Бұл бірінші. Екінші нәрсе, ол сен бірден энергиясы қалып қаласың. Энергия, апатия жоқ, прям күшсіз қалып қаласың. Бұл жерде то же самое, сенің ол өзгерісіңе баруға қадам жасауға сен өте көп әрекет жасауың, көп нәрсемен разбираться етуің керек. И миға ол вообще невыгодно болуы мүмкін. Сол үшін ол кезде де сенде сопротивление күшейеді. И үшінші, сенің өзіңнің әртүрлі установкаларың, блоктарың болуы мүмкін. Ол жаңағыдай страх, перфекционизм қосылады да, тоже защитаның бір түрі. Негізі бұл үшеуімен де шешуге болады, жұмыс жасауға да болады. Себебі неліктен сенің де болып жатқан трансформация, сендегі болып жатқан өсу нүктесі, сопротивление үлкен болған сайын сен ол жаққа баруың керек. Ол жай ғана временный түрде мидың алдап жатқан факторы. Парақшаға жазыл, мұнда психологиялық әртүрлі факторды және де адамның ішкі әлемі жайлы айтатын боламыз.